Hi guys, let's continue lesson 1 plural nouns part 3. Тек жекеше түрде қолданылатын, бүгін саналмайтын зат есімдермен жасалу жолдарымен танысатын боламыз. Мысалға, milk, news, money, coffee, meat, water, hair бұл сөздер біз санай алмаймыз. Мысалға, бір сүт, екі сүт деп санамаймыз ғой. Мысалға, my hair is blonde деп айтамыз. Your news is not good деп айтамыз. Ал тағы да жекеше түрде қолданылатын, саналмайтын зат есімдерінің түрлерімен мына жерде толығымен танысатын боласыздар. Санауға келмейтін зат есімдерінің категориялары, мысалға, белгілі бір формасы жоқ заттар, сұйық заттардың атаулары, milk, coffee, tea, water, soap сөздерінің алдында артиклін қоймаймыз, бірақ a carton of milk деп айта аламыз. Яғни, бір сүт, екі сүт деп санай алмаймыз ғой. A carton of milk, яғни бір қорап сүт. Қорап деп тұрғанымыз ол жерде тетрапакет. Сол сияқты астында тағы да бірнеше мысалдар берілген. A carton of orange juice, яғни бір тетрапакет апельсин шырыны. A tin of paint, бір қаңылтыр бояу. A bottle of water, яғни бір бөтелке су. A box немесе packet of cereal, яғни бір қорап жарма. A jar of jam, бір банка джем. A tube of toothpaste, яғни бір тюбтағы зубный паста. A glass of water, бір стакан су. A cup of coffee, яғни бір кесе кофе. A piece of bread, бір тілім нан. A loaf of bread, бір бөлке нан деп біз айта аламыз. Келесі санауға келмейтін зат есімдердің категорияларына газ тектес заттардың атаулары жатады. Мысалға, steam, бу, air, ауа, fog, тұман, smoke, түтін. Яғни осындай сөздерді де біз санай алмайды екенбіз. Өздігінен табиғи бөлшектенбейтін кесек материалдардың аттары: gold, wool, leather, wood. Кішкентай, ұсақ бөлшектік заттардың да атауларын біз осындай саналмайтын зат есімдерге жатқызамыз. Мысалға, sand, ice, sugar. Мысалға, ұсақталған қантты біз санай алмаймыз. Сонымен қатар snow, қарды да біз санай алмаймыз. Осындай зат есімдер бізде санауға келмейтін зат есімдерге жатады. Келесі саналмайтын зат есімдердің категорияларына абстракты ойлар мен ұғымдарды білдіретін зат есімдер жатады. Мысалға, freedom, бостандық, honesty, адалдық, knowledge, білім, peace, бейбітшілік, mind, ақыл, love, махаббат, happiness, бақыт деген сөздерді біз санай алмаймыз. Яғни бұл абстракты ойлар мен ұғымдарды білдіретін сөздер. Келесі ғылыми зерттеу салаларының аттары. Мысалға, mathematics, economics, music, science сөздер жатады. Келесі белсенділік іс-қимылды білдіретін зат есімдердің тобына, мысалға, swimming, dancing, dancing is my hobby деп айтамыз бұл жерде. Келесі белгілі бір категорияға жатпайтын, санауға келмейтін зат есімдер, мысалға, news, money, furniture, homework, hair сөздері ешқандай категорияға жатпайды, бірақ саналмайтын зат есімдерінің қатарына жатады. Мысалға, жаңалық, ақша, жиһаз, үй жұмысы, шаш сөзі. Келесі ереже жекеше және көпше түрде де түбірі өзгермейтін зат есімдер. Мысалға, a sheep, sheep, қой, қойлар. A deer, бұғы, deer, бұғылар. A fish, балық, fish, балықтар. A trout, trout. A swine, swine. An aircraft, aircraft. A means, means. Яғни қарасаңыздар, түбірі өзгермейді, бұны көпше түрде қалай ажыратамыз деген сұрақ туындайды. Бұл жерде артиклінің рөлі үлкен. Мысалға, a sheep деп сөйлемде кездессе, онда жекеше түрде қолданып тұр.
артиклі көрсетілмеген болса, онда ол көпше түрде тұрған сөйлем болып есептелінеді. Тек көпше түрде қолданылатын саналмайтын зат есімдер: police, people, trousers, jeans, clothes, stairs, scissors, spectacles, scales, tongs, binoculars, glasses, pajamas, shorts, and tights. Мысалы, where are my jeans? Менің джинсым қайда? There are few people. Мұнда адам аз. The police are looking for the murderer. Яғни полиция қылмыскерді іздеп жатыр. Және үнемі көпше түрде қолданылатын ұлттардың атаулары. Кей ұлттардың атауларының алдында the артиклі қойылып жазылады. Және олар s көптік жалғауынсыз ақ үнемі көпше түрде қолданылады. Мысалға, the Dutch, the English, the French, the British, the Spanish, the Welsh. Яғни осы ұлт атаулары тек көпше түрде жазылатын ұлттардың атауларына жатады.